Ал бүгін блины сіздерге. Молоко 500 грамм, 90 грамм растительное масло, 100 грамм да болады. 90 грамм тоже не. Қант, ұн, тұз, 2 жұмыртқа, жарты литр сүтке, иә? Соған құймақ па? Блины дайындайық. Подписаться етіп, жазылып қойсаңыздар, керемет болады деймін ба. Давайте. Бұны мен лосось тұтқасы істеп жатырмын да. Мен балықпен берем бұл блиниді. Бұл сладкий емес, менде кішкене соленый. Соль басым да, 2 грамм соль жарты литрге. 20 грамм сахар. Негізі по блиниға осы 90 грамм кетеді. Сахар. Мен 20 грамм ғана қосып жатырмын. Мынау полный кетеді растительный. Легкий вариант, быстро только. Міне, начинеміз. Блинный растворымыз. Жиегіне көріп тұрсыздар, осылай. Қатты сұйық болып жатса, кішкене ұн қосыңыздар. Әр жердің ұны әртүрлі болады. Біреуі жаңа кептірілгеніне байланысты, несіне байланысты. Осы. Бір 10 минут қоямыз, сосын қуыра бастаймыз. 10 минут расстойкада тұрады, осылай. Жауып қойсаңыздар да болады. И қуырамыз. Блины, бірінші блины емес. Первые блины, осылай болады. У вас все получится, деймін ба. Осындай көлемде шықты. Блиним жарты литрдан. Мен кішкене тағы 30 грамм ұн қостым. Өйткені мен ролл орайым да, мына балық, лосось. Оны да қазір көрсетем. Подписаться. Достар, деймін. Я жазылып, подписаться етіп қойсаңыздар, өте тамаша болар еді мен үшін. Рахмет. Жаңа блиніміз. Мен уже біраз істеп таппын. Мынау творожный сыр. Творожный сыр бар любой магазинде, синий коробкада болады. Любой творожный сыр пойдет. Соған үстіне қазір лосось аламыз. Қасықпен бүйтіп не қылып алмасам, қасықпен блини жыртылып кетеді да, бермен қозғалып. Сонда осындай кішкене не бөліп аламыз, сосын қасықпен тоже жағып шығамыз. Ал достар, подписаться етеміз. Бұдан да күшті нәрсе көру үшін деп па. Колокольчик басып. Мына жерін пысықтап, жабысып қалуға.
Все. Канапе түрін көрсетемін. Сәттілік барлықтарыңызға.